Ал жүріңіз ата. Қазір біз Анабұлақ суының басында Тасбалта атаммен бірге керемет сұхбат болмақшы. Бізбен бірге бол, лайк басып, мына бір керемет емдік судың пайдасын айтатын боламыз. Ата, қалыңыз қалай? Құдайға шүкір, жақсы. Жақсысыз ба? Мынау осыдан 3 жыл алдын дәл осы жерде екеуміз сұхбат жасап, көптеген сол видео арқылы адамдар ішкі ағзасын реттеген, асқазанын, бауырын, ұйқы безін, жаңағыдай сахар давлениясын, әйтеуір осы сумен сіздің тікелей қатысыңызбен әйтеуір көптеген адамдар емделіп рахметін айтуда. Сізді көп адам сұрайды. Мен анау қалаларды аралап жүрген кезде магазиндерді атаң қалай, басындағы атаң қалай деп. Сол сіздерге апаларға көрсетейін деп отырмын. Міне менің атам жағдай жақсы екен деп. Аллаға шүкір. Осындай енді басқа да көріп отырған, жаңадан көріп отырған адамдарға не айтасыз өзіңіз ата? Енді осы осы жерге келгенімізге 25 жыл болды. Бұл жердің өзі судың басталуы осы жерде 84 жылы жаңағы Смайл деген кісі ауырып больницаға түседі. Сол больницаға түскеннен кейін жаңағы больницада бір 10-20 күн жатады, бірақ результат болмағаннан кейін енді демалдырыңдар, медицинадан жәрдем жоқ деп үйіне шығарып жібереді. Ауылға келіп, үйіне келіп жатқаннан кейін достары келіп, көңіл сұрап, ана жағдайдың бәрін білгеннен кейін, сен берде жатқанша балдардың алдына барып жатсайшы дейді. Балдары осы жерде қой бағып отырады, осы таудың басында. Осы жайлауда? Осы жайлауда. Көктөбе жайлауында? Ақырен. Ауыл болған ғой бұл жері? Кезінде? Учаскесі ғой, бір учаскесі, жаңа Көктөбе деген участке бұл. Баяғы Қызылтаң деген колхозға қараған. Қазір содан жаңағы келіп жат, әкеп тастап кетеді. Өздерінің жаңа жолдастары барлығы. Содан бұл жерде бір 20 күндей өткеннен кейін жаңағы өздерінің сол қатар достары әкелген Разақ деген зат берме болады. Сөйтіп малды аралап келіп, ана байғұс жаңағы Смайлды бір көріп кетейінші. Ол жағдайы жоқ еді, не болды деген, хабар жоқ деп жаңағы келіп қараса, балдардың бәрі жай жүр дейді. Смайл жоқ дейді. Неме бөле? Бұл жаңағы анаяққа алып кетіп қалып, мен тауда қалып кеттім ба деп жаңағы балдардан сұраса, тамырларыңыз қой бағып жүр дейді. Мінеге Құданың құдіретімен 15-20 күнде больницадан бүтіндей күдерілген адам осы жерде жаңағы жазылып қой бағып кетеді ғой. Міне содан кейін барып жаңағы колхозда, ауылымызда Қуаныш деген бухгалтер болған. Ол екі бүйрегін ұстап, осы қиналып жаңағыда сөйтіп жүрген болған. Сөйтіп ол жаңағы айтады барып, сен өледі дегеніміз жаңа жазылып кетті ғой, сен де барсайшы ана бұлаққа дейді. Сөйтіп ол келіп су ішіп жаңағыдай, оның жаңа бүйрегі жазылып кетеді. Содан кейін тағы жаңа Орынтай деген кісі, бірнеше адамдар сондай жаңағы, сол адамдар бүгінге дейін тірі. Міне Құданың құдіреті. Ана жаңағы ойбай өліп қалады деп жүргендердің бәрі қашан жаңағыдай өнеге кетіп қалды. Міне Құданың құдіреті. Міне осы судың кереметі сол. Болмаса бір таудың басындағы 1000 жылдан бері ағып жатқан су. Оны енді тарихтан неғып келген шығар. Қанбибі ана деген анаға мінерге адайлар келіп ескерткіш қойып кетті. Оны да көрсетіп қойайын. Мінеге. Сосын ата, жалғастыра беріңіз. Ол 14-ші ғасырда осы жерде адам емдеген екен, жаңа Қанбибі анамыз. Менен сұрады, біздің осы Қанбибі анамызға осы бұлақтың атын беріңіз деді. Мен айттым, жоқ, мен бере алмаймын. Өйткені бұны бүткіл Қазақстан халқы қойып отыр. Мен өзімнің анамдың атын қойған жоқпын. Ана бұлақ деп халықтың, бүткіл қазақ халқының анасы болып тұр деп, онда біз ескерткіш деп анамызға қояйық деп, мына екі ескерткішті қойып кетті олар. Міне қазір сол Атыраудан, Ақтаудан, жаңа жерлерден
адамдар келіп осы жерге кейде құдай өткізіп кетеді. Мына нені ананда көрсеттіңдер жаңағы. Ар жағындағы. Иә. Сырт жақтан. Аха. Күмбез. Күмбез істеп осы жерде адамдар құдай өткізетін жағдайлар жасап жатырмыз, Құдайға шүкір. Енді бүткіл Қазақстаннан келіп жатыр бұл жерге қазір. Міне қазір жаңағы Бурабайдан жатыр, жаңағы бауырда өт несі толып приступ беріп жатқан кезінде келген. Қазір жылдап жаңағы ауырып жүрген екен, жаңағы несі ұйқы безі ісініп кеткен. Ісіп, жаңағы мына несі ісіп, өті толып кеткен да? Өті толып кеткен, сол 3 күн жатып кетемін деген еді. Жаңағы 3 күнде уже результаты көрініп жатқаннан кейін, міне қазір 20 күн жатты. Қазір таза жылдап ауырып жүрген несілерін бәрі қойды деп қуанып жаңағы отыр. Қазір Астанадан келіп отыр, міне қазір бүгінгі күнге. Міне осы екеуі қазір жатыр. Келіп кетіп жатыр, қанша адамдар келіп кетіп жатыр. Енді бұдан былай біз адамдарды қабылдай бастаймыз жатуға. Енді бұны кейбір адамдар бұл жерге келуінде керек жоқ. Осы суды алып, үйінде де жаңағыдай жылытып, жақсы не қылып ішсе, үйінде де жәрдем береді бұл су. Енді кейбір жерде алыс жердегілер бұл жерге әуре болып қарт адамдар келеді. Бұл жерге қарт адамдардың жаңағыдай келгенде қиыншылық пайда болады. Ал одан гөрі үйлерінде ішсе, үйінде де бұл жаңағы қанша адамдар жазылып жатыр. Енді Құдайға шүкір, мінекей қазір осы жерді жаңағы икемдеп жатқанымызға 25 жыл болды. Мінекей бүткіл Қазақстан ішіп жатыр біз суымызды. Бізден сұрайды, мінекей мына ерден баламыз бүткіл Қазақстанға таратып жатыр. Мен балам деп қоясыз ғой, мақтанып. Құдай қаласа, Алла еңбектерін жандырсын. Мына бұлағымыз Құдай қаласа осы халқымызға шипалылығын бұдан да жаңағы жөндеп неғыла берсін. Халқымыз жазылсын осыны ішіп. Міне Құдайға шүкір, тап-тақыр жерде, еш нәрсе жоқ жерден осы судың өзінің ақшасымен осынша нәрселер істеп тұрғызып жатырмыз. Осы халық үшін. Осылар Құдайға шүкір келіп демалам деген, келіп демалсын. Үйінде ішіп демалам деген, үйінде ішіп демалсын. Бұл барлық қазақ халқына жететін су. Бір ғана бұл су емес, осы жерде біздің өзіміздің 25 гектар территориямызда 3 бұлағымыз бар. Үшеуінің де суы зерттелген барлығы. Құдай қаласа, адамдар айтады, бір бұлақтың суы қайтып жетіп жатыр дейді. Бұл жерде бұл бүткіл мына таудың суының барлығы жаңағыдай минеральный су. Бірақ біз қазір игеріп жатқанымыз 3 бұлақ. 3 бұлақты игеріп, оны не қылып жатырмыз. Бұл барлығына жетеді Құдай қаласа. Барлық адам келіп демалуына да болады. Үйінде жатып демалуында да болады. Мінекей қазір осы көктем шығып келе жатыр, енді біздің сезонымыз басталады. Барлықтарыңыз жаңағы ішетін болсаңыздар, бұл суды Құдай қаласа, жаңағы азанда, жаңағы жылы кезде тамақтан алдын, жарты сағат бұрын ішіп алып, одан кейін тамақтан кейін, жарты сағаттан кейін бұл су жаңағы сіңімді су. Қалай ішсеңіз солай сіңіп кете береді. Басқа сулар ұқсап мына жерде тұрып қалмайды. Бүткіл организмдегі жаңағы запор болып қалған жерлердің барлығын ерітіп, не қылады? Өттегі тастарды, бүйректегі тастарды кәдімгідей ерітеді. Ерітеді, сол егер өттегі тас жаңағы кішірек болса, тезірек ериді. Ал бүйректегі тас жаңағы еритіні болады екен, ерімейтіні болады екен. Еритіні осы жерде 10 күнде еріп кетеді. Ал енді ерімейтіні ол біраз уақытқа созылады. Оған камнелом деген дәрі болады екен. Қосып ішсе, ол да еріп кетеді. Ол өз жерде өзіміз, ол келген адамдардан, өз басымыздан өтіп, соның барлығын тексеріп көрдік. Практикадан өткен десеңші? Практикадан өткен, иә. Құдайға шүкір, қандай адамдар бұл судың артықтығын, бұның құрамында күміс бар өнекей. Күміс деген адамның организмдегі жаңағы зиянды нелерді өлтіріп тастайды екен. Бактерияларды? Бактерияларды өлтіріп тастайды екен. Ол ана Ескендір Зұлқарнайынның кезінде, Александр Македонскийдің кезінде жаңағы сақ Индияға қарай
бара жатқан кезде солдаттар қырыла бастайды. Сонда қараса тек солдаттар өліп жатыр. Ал басқарушы қолбасшылар өлмей жатыр. Сөйтсе олардың бәрі күміс табақпен тамақ ішеді екен. Сол уақытта дәлелденген күмістің адам организміндегі бактерияларды өлтіретіні. Сонда бұл Көктөбе Анабұлақ суында күміс бар болып тұр ғой сонда? Күміс бар. Күміс табиғи түрде. Табиғи түрде күміс. Ешқандай біреулер мысалға күміс араластырып өткізіп жатады ғой. Бұл таудың өзінен дәл осы мына тастан дәл сөйтіп шығады ғой күмісі болып. Күмісі бар. Ол ана жаңағы біздің неде көрсетілген. Заключениялы жаңағы нелерінде күмістің қанша процент екені көрсетілген. Міне Құдайға шүкір сол бар, кремний бар, тастардың барлығын ертіп жатыр деген сол кремний дейді. Осы еріткіші көп та? Еріткіші көп. Селеннің сіледей дейді. Жұғы бар дейді. Селен деген нәрсенің. Ол да көрсетілген жаңағы неде. Ол да адам организміне өте керек нәрселер. Ол өте қажет екен. Өте қажет нәрсе екен. Солардың барлығы цинк дегенде элемент бар екен. Цинк, селен деген. Селен деген. Барлығы табиғи түрде. Табиғи түрінде міне осы сумамен бірге өзіңіз қоспада шығады. Соларды зерттеп жазылған бізде солар нелері бар. Кардиология институты Алматыдағы солар дәлелдеп жазып берген. Одан кейін жаңа күмістің де мысалға көп мөлшерде кездесетін болса, ол адам ағзасына зиян екен. Ал аз болса, ол пайдасы жоқ екен. Бірақ осы суда ровно екен ғой. Құдайдың құдіреті 0,003, соның өзі өте көп деген нәрсені шешеді екен ғой. Ол көп болып кетсе зиян да уже. Ал аз болса пайдасы жоқ. Бірақ біздің ағзамызға, адамның ағзасына пайдасы бар етіп, Құдайдың өзі солай табиғат арқылы беріп жатыр ғой. Құдайдың құдіреті. Солай деп өткенде неге көрсетсем, лабораторияға көрсетсем, соларды айтады да, мәссаған деп олар таңғалып жатыр да. Мына су кәдімгідей не ғой дейді да? Дәрі. Дәрі су ғой мынау. Егер де жоғары болса, ол адам ағзасына зиян, төмен болса, ол уже пайдасы жоқ дейді да. Бірақ Құдай тура солай жасап бергеніне оларды таңғалып лаборанттар, зерттеушілер. Алланың кереметі бұл. Болмаса, міне бір таудың басында бізге не бар? 25 жыл болды осы кереметтігін біліп, осыны халыққа дәлелдейміз деп Құдайға шүкір қазір дәлелдей алдық. Халқымыз мінекей өздері келіп, өздері де келіп алып кетіп жатыр. Мінекей ертең баламыз бүткіл Қазақстанға таратып жатыр. Құдай қаласа бұлардың еңбегін Алла жандырсын. Бұдан да жаңағы бүткіл көрмеген, білмегендер жаңағыдай өздерін ішіп, жаңағы денсаулықтарын түзетіп алсын деп әрекет жасап жатырмыз. Соға әлі білмейтін адамдар көп екен. Осы жерде бүткіл Союздан келген 3000-4000 адам жатқан. Болмаса мен қаяқтан білем бұндай екенін. Себебі жаңағы сол адамдар жатқан кезде мен осы жерде қой сойғам. Сол қой менен басқа 10 шақты адам ар жағында басқа адамдар қой сойып жатқан. 3000-4000 адамға сонда осы жерде біз тамақ әкеліп жаңағыдай бергенбіз. Жаңағыдай ет әкеліп, олар өздері жаңағыдай неғып жеген. Сонда жаңағы нәсілкімен әкелген адамдар осы жерден тұрып кеткен. Соның бәрін көргенбіз. Өзімнің анамда комаға түскен кезінде мен солардың бәрін естіп, сол апарып осы суды 22 бақылақшы су апарып, бірінші жаңағы стаканды бергенде қалай көтерген болса ақырына дейін ішіп қойды. Анаңыз? Анам. Оған дейін бір қасық су ішсе де қайтарып жатқан адам. Сөйтіп жаңағы оны ол комада жатқан жерінен Ташкенттегі бір доктор келіп, екі системадан қайтадан тірілткеннен кейінгі болып жатқан нәрсе бұл. Оған дейін уже отырған адамдар енді шешеңнің иманын үйрете бер, бұдан үміт жоқ болды деген адам осыдан жазылды осы судың несінен. Құдайға шүкір. Әнеки. Міне содан келдік біз осы жерге. Қазір 25 гектар өзіміз жеке меншігіміз осы жерге оздоровительный туризм деп жаңағыдай адамдар келіп демалатын орындар дайындап жатырмыз. Құдай қаласа барлығы жақсы болады. Құдай қаласа, Алла разы болсын сізге де. Неге қараңыздаршы, мынау Көктөбе Анабұлақ суының нәтижесін айтып жатыр. Және осы судың пайдасын да естіп жатырсыздар, Дәл осындай бұлақтың басынан шығады, дәл осы бұлақтың басы тастардың арасынан шығады. Және мына бір шлангілер арқылы цехқа барады төменге қарай. Сосын упаковка жасалынып, 5 литрлік баклажкіде біз жаңағы өз ресми дүкендерімізге биыл 3-ші жыл болып жатыр екен. 3-ші жылдан бері
Құдайға шүкір, үзбей, демалыссыз адамдардың жаңағыдай несіне, денсаулығына жұмыс жасап келе жатыр екенбіз. Әйтеуір Құдайға шүкір дейміз, осы күзде 3-ші жыл болады. Осыған әйтеуір бізді қолдап, бізге әйтеуір үнемі қолдаушы болып жатқан адамдарға да Алла разы болсын. Осы Тасбалта атамды осындай керемет сұхбат жасаған үшін де алғысымды айтам. Бұл кісінің де 25 жылдық еңбегі ақталып жатқанын көріп, шын бұл кісіде де бір өзгеше қуаныш бар шығар, ата, дұрыс па? Рахмет. 25 жылдық еңбек оңай емес, 20 жыл бойы, 22 жыл бойы осы жерден бір нәрсе шығарамын деп шыдамдылықпен күтудің өзі де қиын. Ал қазіргі біз сияқты жастар тез-тез байып кетсем, тез-тез нәтижеге жетсем деген не ғой? Әйтеуір өтірік арманмен жүреміз. Бірақ осындай атамның шыдамдылығына басымды ием. Көктөбе Анабұлақ. Қараңыздаршы басындағы көріністер.